Ассалаумағалейкум. Мөңке қағанның өмір баяны және саяси әскери қимылдары. Қиянжон. Оңшық қаған, есімі Мөңке. Өржен төленің тұңғыш ұлы. Анасы Нұрлық құт болмыш хатун. Ол керей қызы болатын. Мөңке қаған 1208 жылы Алатау баурайында туылған. Оған Мөңке деген ат қойылды. Өктай қаған оны ордасында өз баласы ретінде тәрбиеледі. Тек туған әкесі Төле хан қайтыс болған соң Өктей қағанның ұйғаруымен өз үйіне оралған. Жасы 30-дан асып қалған Мөңке сұлтан Төле ханның еншілі аймағына бас көз болады. Сірә, оның қағандық таққа отыруына осы жайтте себепкер болған шығар. Өйткені заңдық жосындық тұрғыдан Мөңке де Өктей қағанның баласы мұрагері саналатын. Мұндай жағдайда Бату ханның оны мұрагер ретінде тануы тіпті де жосықтық, заңдық күшке ие шешім. Мейлі қалай болмасын, осыдан соң Алаш ұлысының қағандық тағы Төле ханның әулетіне түбегейлі түрде ауысты. Олар 1251-1368 жыл аралығында тұтас әлемге билік жүргізді. Төле хан Шыңғыс ханның бәйбіше ханымынан Қоңырат қызы Бөрте хатуннан туған 4 ұлының кішісі. Ол әке қара шаңырағында қалған, әрі оған қарасты жұрттың ханы болған. Сондай-ақ ол Шыңғыс ханның ордасына қарасты бұрынғардың, яғни гвардияның да бас қолбасы болатын. Юан тарихы дерегі бойынша Төле хан 1191 жылы туылып, 1232 жылы 41 жасында бақилық болған. Ол 1213 жылы Қытай жорығына қатынасып, қазіргі Хыбей, Шандун жерлеріне дейінгі аймақ аудандарды бағындыруда батырлық, қолбасылық қасиеттерімен танылған. 1219 жылдан бастап Хорезм шахы Мұхаммед сұлтанға қарсы жорықтарға қатынасып, 1221 жылдары Хорасан, балық жерлеріне дейін барады. Соңыра Талған, Талихан жерінде әкесі Шыңғыс ханның құзырына келіп жетеді. Өктей қағанның тұсында 1231 жылы оң қанаттағы қалың қолдың қолбасы болып, қазіргі Шанши өлкесі жерінде Хубей, Хунан өлкелеріне дейінгі кең байтақ аймақтарды бағындырды. Осыдан ата мекеніне жеңіспен қайтып келе жатқанда 1232 жылы тосын тиген өткір науқастан қайтыс болады. Ол Шыңғыс ханның қара шаңырақ иесі Ұлық еп бас орда ханы болатын. Сонымен қабат, адамзат тарихында сирек ұшырасатын хас батыр, дарынды қолбасы болған. Бар жоғы 41 жастық ғұмыры ішінде түрік, Алаш халқы, мұсылман жамағаты үшін өшпес еңбек сіңіріп кетті. Күллі адамзат тарихында өшпес атақ қалдырды. Төленің үлкен ұлы Мөңке мен 4-ші ұлы Құбылай Алаш ұлысының ұлы қағаны болды. Одан кейінгі ұлы Әлеке Хулагу Шығыс Татарияның ханы болды. Ел хандар әулетінің негізін салды. Олармен жатындас кіші ұлы Арық Бұқа өз ізін басып, Ұлық ептің ханы етіп тағайындалды. 1260 жылы Құбылай қаған таққа отырғанша бір мезет тұтас ұлысқа билік жүргізді. Төле ханның Құбылайдан тараған ұрпақтары 1368 жылға дейін Алаш ұлысының тағында қағандық билік жүргізді. Сондай-ақ Азияның шығыс және солтүстік бөлігінде 1634 жылға дейін қағандық, хандық тақта отырды. Түркілік тектерін ұмытпау үшін өздерін бөржігін, жалайыр деген науғы тағуды дәстүрге айналдырды. Төле хан әулеті Шыңғыс хан тіктеген ұлы билікті Алаш ұлысын ғасырларға жалғастырды. 108 жыл 1260-1368 жыл бойы тұтас әлемге әмір етті. Нұрлық, жүзі нұрлы, құт болмыш, құт дарыған хатун. Төле ханның бәйбіше ханымы, Керей жаға ханбының, яғни Керейтай сұлтанның қызы. Ол тарихтағы әйгілі қайраткер әйелдердің бірі. Өз есімі Шора Қотани. Жұбайы жастай қайтыс болады да, балаларын жалғыз тәрбиелеп жетілдіреді. Қайын ағалары Шағатай хан мен Өктей қаған екеуі де оған өте құрметпен қараған. Өктей қаған оған Төле ханның барлық билігін береді. Сөйтіп,
Ол ұлыста Қағаннан кейінгі әмірші, екінші тұлға болды. Оның алаш түрік тарихындағы маңызды істерінің бірі Бату ханмен селбесе отырып, Мөңкені қағанат тағына отырғызуы. Бұл уақиға төле ұрпақтарының қағандар мен хандар әулеті болуының бастамасы болды. Сөйтіп, осы әулеттен 20 шақты қаған, көптеген хандар мен елхандар және 2 ұлық еп, яғни қара шаңырақтың ханы шықты. Мөңке хан 1235 жылы Батуға еріп Қыпшақия, Орысия жерлеріндегі ұруларды жазалау жорықтарына қатынасты. 1237 жылы Қыпшақияға кірді. Ондағы Байбау, Байұлы ұруының бегі Басыман жеңіле қашты да, бұлғаны еділді өрлей жүзіп барып тоғайға тығылды. Артынан өкшелей жетіп орманды тінткенде Мөңке қағанның көзіне ен шатырдағы науқас кемпір түсті. Одан сұрастырғанда Басыман күн теңіздегі бір аралды бетке ала қашқаны мәлім болды. Сол шақта теріскейден қатты дауыл тұрып, теңіздің солтүстік жағалауын таяздатып тастады. Сөйтіп, ойламаған жерден өткел шықты да Басыманды тұтқындауға мүмкіндік туды. Мөңке қаған оған жүгінуді бұйырғанда Басыман: «Мен бір елдің әміршісімін, сондықтан да жан сауға тілеймін. Оның үстіне шөге салатындай мен түйе емеспін ғой», деп жауап қатты. Қаған оны қамауға алдырды. Сонда ол күзетшіге: «Теңіздің аралына тығылған менің балықтан не парқым қалды?» Сарбаздар сонда да ұстап алды. «Тағдыр деген осы ғой, бүгін судың бұрынғы деңгейіне оралатын күні. Сендер арттарыңа тездетіп қайтыңдар», деді. Күзетші мұны Қағанға мәлімдеді. Сөйтіп, қосын ол күні артқа жөнелді. Бірақ су қалпына келе бастағандықтан сарбаздардың соңғы біразы суға ғарық болып кетті. Басыман Қағанның өз қолынан өлуді тіледі. Дегенмен оны бір жақтылы ету Қағанның інісі Бөжекке бұйырылды. Қыпұқшақ, Қыпшақ, Қыпшақия пішік жазуындағы құжаттарда Қыпшақ этнонимі көбінеки деп хатталады. Бұл түп мәтіндегі нұсқаға келсек, ол арыстың атын ғана емес, көп жағдайда Қыпшақ ұлысының территориясын меңзейді. Ал ондай жағрапиялық ұғымды атау мұсылмандық тарихи әдебиеттерде Десті Қыпшақ, Қыпшақ басы, Қыпшақия түрінде хаттаған. Әсілгі жағрапиялық мағынада Қыпшақия қазіргі Қазақстанның батыс бөлігінен Азаулыға, Азопқа дейінгі кең байтақ аймақты меңзейді. Ұғымға Азаулы мен Қырымияны да қосқаны, яғни Орысияға дейінгі территорияның барлығын кіргізгені байқалады. Орысия бұл да жоғарыдағы сияқты әрі этникалық, әрі территориялық ұғым беретін атау. Автор мұнда Шығыс Европаның Қырымиядан әрі қарайғы бір бөлігін меңзеген. Әрі ол қазіргі орыс славян халқы немесе Россия деген емес, қайта сондағы түркі этностар мен оларға бағынышты ел мен жерді меңзейтін саяси территориялық атау. Нақтырақ айтқанда, Шыңғыс ханның әулеті заманындағы барлық дерлік ономастикалық атаулар түрік халқын негізге алу арқылы қалыптасқан. Байбау, бай ұруы бұл этноним түріктің, қазақтың байұлы арысын меңзеп тұрғанын білу қиынға соқпайды. Ол фонотикалық және этно-территориялық тұрғыдан соған сәйкес келеді. Мұндағы бай этносының негізгі аты болса, бау, ұру, тайпа деген мағына бермек. Тарихта 12 баулы, 30 баулы, 92 баулы, тағы басқасынды бау терминінен құралған ұрулық құрамды меңзейтін атаулар болғаны көпке аян. Басыман тарихи құжаттарға зер салсақ, бұл тұлға саяси қарастылығы жағынан Қыпшақ, ал этникалық тегі тұрғысынан байұлы болған. Мөңке сұлтан бастаған қуатты қолмен соңына дейін шайқасуы, оның аса батыр, парасатты қолбасы болғанын көрсетеді. Ал теңіздің қайта толатынын қарсыласына айтып беруі, ол өз басын ғана ойлайтын дойыр емес, елдің қамын жей білген, дарқан, парасатты жан болғанының нақты тарихи құжаттық дәлелі. Басыман өзі өлім алдында тұрса да, алаш боздақтарының аман қалуына тілектес болған. Егер ол теңіздің құпиялығын айтпағанда, қалың сарбаз не суға ғарық болып, не шағын аралда ашаршылыққа ұшырап қырғын табар еді. Демек,
басыман ұрудың ғана емес, ұлттың болашағын ойлай білген кемеңгер тұлға болатын. Бұлға өзені, бұл тарихта Етіл, Волга деп аталып келген. Қазіргі Еділ өзені. Тарихи деректерге көз жіберсек, Бұлғар, Бұлғария, Еділ бұлғарлары сынды атаулар осы гидрониммен байланысты екенін аңғарамыз. Керісінше, ол бұлғар этнонимнен келіп шыққан болуы да мүмкін. Өйткені, территория мен акваторияларда әрқашанда иелік құқық мағынасы болған. Яғни, олар белгілі бір тұлғаға, халыққа тәуелді болады. Ал бұлғарлар түрік этностарының бірі екені дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Демек, Еділ бойы ежелгі түрік халқының тарихи ата мекені болғаны да даусыз тарихи ақиқат. Күн теңіз, теңіздегі арал. Бұл атау тарихи Жаһангушай, Жамих ат Тауарих қатарлы түпнұсқа құжаттарда айтылатын Әбес күн теңізіндегі арал деген дерекке сәйкес келетін сияқты. Ондай болғанда басыман Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі бір аралға тығылған болады. Ал онда байұлы балалары әлі өмір сүріп келеді. Демек, түп мәтіндегі баян, яғни басыманның байбау, байұлы арысынан шыққаны туралы дерек нақтылана түспек. Алайда, басқа тарихи құжаттардың сипаттауы бойынша басыман Еділдің бір аралын паналаған деп қаралады. Назар салып байқасаңыз, Әбес күн және күн теңіз деген атаулардың арасын күн деген сөз жалғап тұр. Біреуі оның алдында әп, су, екіншісі соңына теңіз, теңіз деген сөздерді қосу арқылы жасалған. Демек, атаудың түбірі түріктің, қазақтың күн сөзі, яғни екеуі де күн теңіз деген мағына береді. Ал Шыңғыс хан әулетінің оны күн теңіз деп атауы олардың түрік тілді екенінің кезекті дәлелі. Бату қатарлылардың бастауында Орусияның Рияжан қамалына шабуыл жасалды. Мөңке қаған өзі садақ тартып шайқасқа жанкештілікпен кірісті. Сөйтіп қамал алынды. Рияжан, Риязан. Қазіргі картографияға негізделсек, бұл Мәскеудің оңтүстік шығыс жағындағы қала және сол аттас аймақ. Осы қамалды алуда Мөңке сұлтан ерекше еңбек көрсеткен. Жоғарыдағы басыман қосынын жеңуінен соң бұл оның тағы да бір тарихи жеңісі болмақ. Аталған оқиға 1237 жылдары немесе одан сәл кейін болғанын, әрі осы шайқас азаулы аймағын оқшаулау мақсатында жүргізілген. Бұл шайқаста Бату ханда болған. Алдыңғы осы шайқастарға күзек, күйік қатарлы басқа да сұлтандарда қатынасқан. 11 жылы 1239 жыл көктемде Мөңке, күзек сұлтандар бірге Азаулының Мәкес қаласын алуға да қатынасты. Қыпшақия жорығындағы ең қиян кескі шайқастың бірі осы Мәкес қаласындағы шайқас. Мәкес Қауқаздың, Кавказдың солтүстік етегіндегі Азаулы аймағындағы ірі қала, мықты бекініс болатын. Одан сырт, дәл бұғаздың аузында айлақпен тұтаса орналасқан Азаулы атты тағы бір ірі қала болыпты. Досмамбет жырау бабаларымыздың Азаулының Ыстамбулдан несі кем дейтіні осыдан ғой. Мәтінде көрсетілген датаға жүгінсек, осы шайқас 1239 жылдың көктемінде болған екен. 12 жылы 1240 жыл Орусияның Киев қаласы қоршауға алынды. Мөңке қаған қалаға берілу туралы мәктіп жіберді. Алайда олар барған елшіні өлтіріп тастады. Бұған кәрленген Мөңке қаған күнді түнге жалғап шабуылдау арқылы қамалға басып кіреді де әлгілерді қырып салды. Киев шайқасы 1240 жылы болған. Демек, Алаш мыңы, яғни Алаш армиясы жылына тұтастай бір өлкені, бас аяғы мыңдаған шақырымдық территорияны бағындырып отырған. Шын мәнінде ондай алыс жолды соғыссыз ақ жай ғана салт атпен аралап өтудің өзіне неше жыл уақыт кетпек. Яғни Алаш ұлысының әскери қуаты өте зор болған. Түпнұсқа құжаттық деректер біздің алдымызға міне осындай тарихи шындықтарды жайып салуда. Түп мәтінде Киев, Орусияның қаласы деп көрсетілген. Егер ол қазіргі Украинаның астанасы Киев қаласы екеніне назар салсақ, Орусия сынды территориялық ұғым сол елді де қамтығанын аңғарамыз. Мәтіннің баяндауынан осы шайқасқа
Мөңке сұлтанның жетекшілік еткенін білуге болады. Бұл оның 31-32 жастардағы кезі болатын. Атамыз қазақтың 30-ында орда бұзбаған, 40-ында қылыш суырмас дегені осындай қас батыр ұлы қолбасыларға қаратылса керек. Көне түрік тілінде және оғыз диалектілерінде орда, орду сөзі армия дегенде мағына береді. Мақалада сөздің осы мәнісі, көне мағанасы көрініс тапқан. Қазақтың тарихы да, тілі де көне түріктермен міне өстіп, сабақтасып жатады. Атап айтқанда, біздің ұлттық тарихымыз Қазақ хандығы Шыңғыс хан құрған Алаш қағанаты, одан әрі түрік қағанаттары болып, уақыттың терең қатпарларына сүңгіп кете береді.